сол ұлтжандылық деген кезде осы қазаққа осы жетпейді, баламды осында қарай ыңғайлайыншы дейтін ата анамыз бар ма? Абай айтады ғой, интернатта оқып жүр талай қазақ баласы деп айтып келеді да. Бойында жоқ бірінің Салтыков пен Толстой. Я тілмаш, я адвокат болсам деген бәрін дой. Осы мінезден бүгін қазақ арылды ма? Аярлар көп арыла қойған жоқ сияқты меніңше. Абайдың көрі сөйлеген қазақ табан ізін білетін, ақырын жүріп, анық басатын. Сонысына орай ақырын жүріп анық басқан адамның еңбегі далаға кетпейтін осындай қазақты көрді. Дәл осы екінші мақсат орындалмайынша Абай айтқан орын таппай баптанба деген жағдайға жетпейміз. Мысалы үшін Абай қандай қазақты көргісі келді дегенде, бүгін сондай қазақ жоқ емес, бар. Мысалы Сарыағашта Бақ келді дейтін жігіт бар. Атамекеннен бе, атаулы жана көмек бе, содан нақты бір жеткен оққаным 500 мың теңге ақшаны алады да, мемлекеттен алған жаңағы жәрдемақыны. Оған смартфон да алмайды, я болмаса той да жасамайды. Кәдімгі қозғұйрық саңырауқұлақ дейміз ғой. Қозғұйрықты сатып алады, жақсылап тұрып залым босатады, әзірше қонақ шақырмай тұра тұрады сонысына қарағанда. Сөйтеді де сол жаңағы қонақ үйіне залының ішіне толтырып қозғұйрықты алып кеп, соны өсіріп, таратып, сатып, оны бір жолға қойып, осы кезде кәнігі осы бір істің майталманы болып, ешкімге қолын жаймайды, ешкімге жалынбайды. Менің әкем айтпақшы, құлша істеп, бише асап, өмір жаңағы еңбегінің рақатын көріп, кәдімгідей жан-жағына шапағатын жайып осы кезде осындай артық айтқам тұлғаға айналды дер едім. Абайдың көргісі келген қазақ осы Бақ келді.